Баршаға бүгінгі видеода біз көшеде қыздармен қалай не туралы сөйлесу туралы тақырып болады. Астындағы комментариялар бойынша негізгі видео түсіріп жатырмын. Көптеген адамдар, жігіттер сұрап жатыр, көшеде не деп айтам, не туралы сөйлесем, қалай жақындаймын деп. Сол туралы мен бір 10 минуттық видеода толығымен айтып беремін. Негізгі ол тақырып күрделі тақырып. Көшеде танысу туралы әр адам, әр қыз әртүрлі болады. Әртүрлі негізгі подход жасау керек. Бірінші біз өте әдемі қызды далада көреміз, рас көрдік. Біз ол бара жатқан жерге біз артынан келу керекпіз негізі. Алдынан емес, өйткені ол асығып тұрған шығар, мысалы алдынан бөгеттеп алсақ, ол дұрыс болмайды. Біз мысалы қыз кетіп барады, біз кішкене оң жағынан жылжи бастаймыз, асықпай, былай түріне қарап, кішкене күлгенде боламыз, бірақ серьезно боламыз негізгі былай. Оң жағынан келеміз, ол қарап кішкене кетіп баратамыз, ол деген қыз күле бастайды, бірнәрсе істей бастайды. Сосын привет, 1 минутке тұра тұршы деп айтамыз. Сөйтіп жақындаймыз. Кейбір қыздар асығып тұрса, таныспаймын деп, онда олар кете берсін. Бізде қыздар көп негізі. Әртүрлі қыздарға жақындаймыз. Көбісі бірақ тоқтайды. Көбісі тоқтағаннан кейін негізгі привет дейміз да, ол привет дейді. Айтасыз, мен сені ана жақтан көрдім, қазір қасыңа келдім, сен маған негізі ұнап қалдың. Сол негізі сенімен сөйлескім келіп тұр дейсің, болды. Басқа ешнәрсе демейсіңдер. Бұл негізгі қысқа техникалар. Сосын ол айтады, біз таныспыз ба, не үшін деп көптеген сұрақтар қоя бастайды. Біз оған көп сұрақтарға жауап бермейміз, өйткені көп сұрақтарға жауап берсек, онда біз өзімізді ашып қойғандай боламыз. Сондықтан біз қысқа қызды кішкене тыңдаймыз да, бірақ өзіміздің көп айтуымыз керек. Қызды көп тыңдаудың қажеті жоқ. Егер сендер үндемей қалсаңдар, онда ең жаман ол үндемей қалу. Егер сендер үндемей қалсаңдар, онда болды. Қыз суып қалады да кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан сендер 2-3 минут беріледі, тез қызықтыру керексіңдер. Қызықтыру болғанда қолынан ұстайсыңдар ма, көресіңдер ғой, қолынан ұстайсыңдар ма, айтасың, мен сені анят ұнап қалдым, қолың әдемі екен дейсің, рас қолынан ұстайсыңдар да, деп қызық негізгі сөздер айтамыз. Негізі айта кететін заттар көп. Негізі мен нақты андай деп айта алмаймын, өйткені әртүрлі қыз әртүрлі айтуы мүмкін. Мысалы, сендер туралы сұрауы мүмкін, қаншадасың, кім болып жұмыс істейсің, андай. Өйткені біз көп ондай сұрақтарға жауап бермейміз. Өйткені сендер тез жауап беріп қойсыңдар, онда сендер өздерің туралы айтып кеткілері мүмкін. Сондықтан негізгі айтар сөздер көп. Оны көшеде қыздармен танысып сендерге көрсетпесем, былай өте күрделі тақырып. Ол автоматты түрде сөйленетін зат. Өйткені қызды көресің, ол сөйлейді, соған қарама қарсы уже бізде сөздер пайда бола бастайды. Сол негізгі әдіс. Бірінші привет. Бұл жақта негізі қыдырып жүрсің ба деп көп сұрақтың қажеті жоқ, бірақ негізі сұрақтар қоямыз. Бұл жақта қыдырып жүрсің ба? Иә, мен қыдырып жүрмін дейді. Сосын деген, мен ана жақтан жүгіріп келіп едім, сен жаққа келдім, мен де қыдырып жүр екенмін деп. Негізі екеулеріңді бір-бірлеріңе қосасыңдар. Мысалы, ол қыдырып жүр, иә десе, мен де негізі қыдырып жүр едім, бұл жақта күн күшті, сөйтіп айтасыңдар. Сен не істеп жүрсің там? Біреуді күтіп тұрсың ба десе, жоқ десе, иә, мен де бүгін негізі жалғыз өзім қыдырып жүрмін деп сөйтіп қызық нелерді айта бастаймыз. Качеля, негізгі техника качеля болып келеді. Ол туралы сөйлейсің, өзің туралы сөйлейсің, ол туралы сөйлейсің, өзің туралы сөйлейсің. Сөйтіп көбінесе 2-3 минут танысқанда номерді аламыз. Номер алғанда қыз айтуы мүмкін, мен Инстаграмды берем, ВК-ны берем, номерді бермейін деп. Бірақ ондай кезде келіспеңдер, өйткені ол дұрыс емес. ВК, Инстаграм алғаннан кейін қыз өздері сөйлеспейді. Сондықтан біз номерді аламыз. Және айту мүмкін, номеріңді айта салшы, мен өзім саған звондайын деп айту мүмкін, иә.
бірақ ондайға да келіспейміз. Айтамыз, кішкене настойчивый боламыз, айтамыз, номерін бер, мен қазір саған звондаймын дейсіңдер да, звондап тексеріп аласыңдар. Тексеріп жатқаннан кейін киімі туралы айтып кетсеңдер болады. Негізгі алысқа барудың қажеті жоқ. Киімі туралы айтып кетсеңдер болады. Мысалы, сенде өте әдемі көйлек екен негізі, бірақ осы менің негізі сестрам, әпкем осындай көйлекті алған еді андай жерден, өте жарасады екен, негізі саған да өте қатты жарасып тұр деп қызықтыра білу, сөйтіп сөзден сөз тауып қосып қызықтыра білу керексіңдер. Осы сендер тоқтамау керексіңдер. Егер тоқтап кішкене бүйтіп ойланып қалсаңдар 10-20 секунд, онда қыз деген номер де жоқ, суып қалады. Сондықтан өте қызықтыру керексің. Нақты жоғары өздеріңді ұстап үлгеру керексіңдер. Өйткені қыз қасып тұрса да айту керексің, 1 минут күте тұршы, 1 минут, мен сені ұзақ ұстамаймын. Қазір негізгі бір саған өте қажет бір нәрсе айту керекпін деп қызықтыру керексіңдер. Сол туралы сөйлесесіңдер, өздерің туралы сөйлесесің. Негізі тема көп сөйлесетін. Киім туралы сөйлесесіңдер ма, немесе фигурасы туралы. Енді қызды бір жамандаудың қажеті жоқ. Фигурасы, егер ол фигурасы нашар болса да, түрі әдемі болса да, ол қызды кішкене, негізі нашар болса жақсы деп айтыңдар. Егер өте күшті әдемі болып тұрса, кішкене қызды түсіріңдер. Өйткені көптеген жігіттер оны мақтай береді, интернетте болсын, WhatsAppта болсын, әдемісің, андай деп мақтай береді. Сонда айтасыңдар, бұл мысалы, бұл көйлек өте жақсы екен, бірақ саған негізі жараспайды деп айтыңдар. Неге деп сұрақ қою мүмкін. Неге десе айтасыңдар, саған негізі басқа стиль жарасады. Бұл көйлек негізі басқа қыздарға арналған дейсіңдер. Болды. Өзі қыз ойлап қалады, мені негізі негатив айтып жатыр, не деген қызық жігіт екен деп. Ол да бар. Сол негізгі тақырыптар, айтатын негізгі айтпайтын тақырыптар: жұмыс, ауру, сондай негізгі тақырыптар. Негізгі тақырыптар сол. Әңгімелесетін тақырыптар көп, мысалы табиғат, саябақтау, киім туралы сөйлесесің ба, және де үйдегілер туралы көп сөйлеспеу керек. Үйдегілер туралы айтпаңдар, семья туралы айтудың қажеті жоқ. Жұмыс, ауру, сол негізгі үш нәрсені айтудың қажеті жоқ. Өйткені сендер жұмыс туралы айтып кетсеңдер, онда араларында еш нәрсе байланыстырмайды. Сол негізгі тақырып. Алысқа барудың қажеті жоқ. Ол туралы сөйлесесің, сен туралы сөйлесесің, киім туралы сөйлесесің, қызықтыра білесің. Ол үшін сендер алдын ала үйден дайындалып алу керексіңдер, не деп айтарыңды, не деп айтуларыңды. Сосын қағазда жазып, жаттап барыңдар. Өйткені сендер былай далада танысам десеңдер, не туралы айтуларыңды ұмытып қаласыңдар. Және де біраздан сөйлегеннен кейін скамейка барып отырып, кішкене негізі бір свиданияда бәрін өзгерсе болады. Сөз біте бастағанда қолынан ұстайсың, мысалы, қолың әдемі екен, несі терісі жақсы екен, қандай сен крем қолданып жүрсің, мысалы, рас қолынан ұстайсың. Вот мен кезінде Nivea деген креммен қолданған, тура осындай болған кезінде қолым. Қазір кішкене басқаша. Сенікі өте әдемі екен деп былай қолынан ұстап, массаж жасап кішкене. Сосын шашынан ұстайсыңдар, қандай шашыңды өсіріп жатсың ба, көп негізгі темалар бар, айта кетсем. Солай негізгі далада танысу, номерді аламыз, үйге барғаннан кейін тез звондамаймыз. Үйге барғаннан кейін біз 10 сағаттан кейін звондаймыз ғой, және ұзақ телефонмен сөйлеспейміз. Өйткені ұзақ телефонмен сөйлесеңдер, адамның қызығушылықтарыңды бұзып аласыңдар. Өйткені сөз де бітеді, ол да қызық. Кейін негізі интернетке телефонға үйреніп қалады да қыз. Сосын кездескісі келмей қалады. Сендермен сөйлескен ұнатады, бірақ кездескісі келмей қалады. Сондықтан біз келесі күні біз нақты уақытын айтамыз, андайда кездесейік деп. Уақытын айтып алсаң болды, звондамайсыңдар. Кездескенде тек сол кездескенде ғана біз сөйлесіп қызықтырамыз. Былай телефонмен негізі қызықтыру өте қиын. Сол негізгі техника. Ол үшін бізге далада көрсету керек, қалай танысу керектігін.
Былай негізгі теория ретінде айтып отырмын. Негізі солай танысамыз. Лайк басамыз, тіркелеміз. Әлі видео бізде талай болады.